Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Түркістанда тұңғыш рет жүрекке қуат беретін дефибрилляторларды қолдану тәсілі үйретілді. Мәскеуде келген мамандар Түркістанда жоғары медициналық колледжінің 30 ұстазына арнайы дәріс оқыды. Онда жүрек талмасына ұшыраған азаматқа аппараттың көмегімен алғашқы медициналық көмек көрсету жайы түсіндірілді. Дефибриллятор медицинаның соңғы жетістігі. Ол заманауи медициналық қондырғының көмегімен жүрек қағысын бақылап реттеп отыруға мүмкіндік береді. Мұндай аппараттар адам көп шоғырланатын орындарда міндетті түрде болуы тиіс, және оны кез келген тұрғын пайдалана алатындай жағдай жасау қажет. ВЛС деген сондай арнайы алгоритм бар. Жүрек өкпе реанимация бұрынғы айтқан ережеге қазір жаңадан келген ережелер бар. Сол халықаралық стандарт бойынша жеке тыныс тоқтаған жағдайда немесе жүрек қызметі тоқтаған жағдайда қандай көмек көрсету керек, неден бастау керек, қалай жалғастыру керек, соның барлығын бізге үйретіп жатыр. Мамандардың айтуынша аталған құралдың екі түрі бар. Бірі медициналық ұйымдарда қолданылатын кәсіби құрал, ал екіншісі кез келген адам пайдаланылатын автоматтық дефибриллятор. Мұндай аппараттар қазір әлемнің дамыған мемлекеттерінде жоғары сұранысқа ие. Бұған қазақстандықтардың да қызығушылығы артып отыр. В Европе эта проблема встречается довольно-таки очень часто и очень важно. Қазір әлемнің алпауыт мемлекеттері осы аппаратты қолданып келеді. Өйткені пайдасы орасан. Енді міне, Қазақстанда қызығушылық тудырып отыр. Біз бұған әрине қуанамыз. Өйткені адам өмірі ең басты құндылық. Біз осыны ескере отырып, барлық елдерге, барлық мамандарға егжей-тегжейлі түсіндіріп отырмыз. 5 күнге жалғасатын семинар тренингте мамандар осы оқу орнының 30 ұстазына жеке дара дәріс өтуде. Заманауи технологияларды меңгеріп, қоғамға кез келген уақытта қол ұшын соза білу әр адамның азаматтық міндеті. Сондықтан игі іске алдымен дәрігерлер қолдау білдіріп отыр. Болған оқиға жерде жұмысымызды қандай атқару керекпіз, қандай көмек жүргізу керекпіз. Бізде мына қазір уақытта манекендер арнайы бар. Сонда біз өзіміздің жасаған іс-әрекетіміз сапасын анықтауға мүмкіндігіміз барды. Сапасы дұрыс па, жоқ па, соған қарай уже бізге баға беріледі. Сол бағаға қарап біз кейде осы жағдай кез келген жағдайда болса да уже жасайтын болсақ та қателіксіз жасаймыз осы нәрсені. Дефибриллятор автоматтық құрал, оны қолдану аса қиын емес. Бұл заманауи құрылғы жедел жәрдем бригадасы келгенге дейін адам өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Сондықтан мамандар бүгін алған білімдерін облыстың барлық тұрғындарына үйретпекші. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Нуридин Искаков, Мұхан Мұратұлы, Тұран Ньюс.